Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сондай жұмсақ үгілмелі печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен миндаль жаңғағын ұнмен қуырып алатын боламыз, әбден қызарғанша. Содан соң қантымызды және де сұйық май, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде бұл печеньені жасап көріңіздер. Содан соң үй жағдайында, яғни үй температурасында тұрған сары майымызды алып, бір келкі болғанша араластырамыз. Одан соң жаймендеп ұнымызды және де дайындап алған миндаль мен ұнымызды қосып, разрыхителімізді қосып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Дәл видеодағыдай сіздерде қамыр шығуы қажет. Небәрі 10 минут уақытыңызды алатын, сондай жұмсақ және де өте дәмді болып шығатын печеньелерді міндетті түрде дайындап көріңіздер. Миндаль жаңғағының орнына грек жаңғағын қоссаңыздар, өте керемет болып шығады. Формасын дәл осылай келтіріп, стаканның көмегімен ай тәріздес қылып кесіп аламыз. Печеньелерімізді қалынырақ қылып жасасаңыздар, сондай күшті болып шығатын болады. Қалған қалдықтарды осылай біріктіріп, қайтадан печенье қылып жасап шығатын боламыз. Ендігі кезекте дайын болған барлық печеньелерімізді противеньге салып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Әбден суығаннан кейін сахарный пудраға, яғни қант ұнтағына осылай аунатып аламыз. Біздің сондай жұмсақ, нәзік болып шығатын печеньелеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер.